Сәлем оқырман. Бүгін эфирде Шерхан мен Ботаның ара қатынасы талқыланды. Соңында Ботаның жоқ, таныстықты жалғастырмаймын деген жауабын естіді. Ара қатынастарын қатысушылар қатты қызу талқыға алды. Шерханды көбі қолдап, Ботаны бір мүмкіндік беріп, кешірсін дегендер көп болды. Бота өзінің ойымен Instagram желісінде бөлісті. Бүгінгі шешім сана мен ақылға салынды. Мен үшін оңай болған жоқ. Махаббат жеңеді деп жатады. Біздің жағдайда махаббат жеңілді. Махаббатты жеңдіруге бірнеше мүмкіндік екі жақтан да болды. Бірақ біз сол мүмкіндіктерді дұрыс пайдалана алмадық. Талай пендешілік жеңіп кетті. Кейде шапалақтан да ауыр сөз. Сөз сүйектен өтсе көңілге кірбің түседі. Көңіл шыны тәрізді. Бір шытынаса қалпына келтіру қиын. Мендік көңіл өкінішке орай мұқалды. Ботаның бір наразысы кеше қымбатпен таныстық тоқтағанда артынан жігіт иіре шауыпты деді. Сол нәрсеге наразы болғанын айтты. Шерхан болса ондай болғаны есінде де жоқ. Бота қайдан байқағанын қатысушылар да, жүргізушілер де түсінбеді. Өзіне не керегіңді білмейсің деді Бота Шерханға. Жүргізушілер екеуін қосуға қатты тырысқаны көрінді. Тіпті студияның светін өшіріп, Шерханға Бота бір мүмкіндік бергендей болды. Сол атмосферада Шерхан бар махаббатын сөзбен айтып, 41-не шыда деп сезімін білдірді, кешірімін сұрады. Қателігін түсінгенін айтып, бар сырымен бөлісті. Ботаның жауабы болса, Шерхан сен жақсы жігітсің. Ақылмен жүрікті тыңдап жоқ деймін саған деді. Халық үшін мен қосылмаймын. Атамда, анамда қарсы осы қатынасқа, жалғыз шешемнің сөзінен аттап кете алмаймын деп сонымен таныстықтың тоқтатты. Шерхан болса өз желісінде: қателік өзім жасадым, өзім кінәлімін. Уақыт емші.